Молдеке дейді, бір ата-аналар келеді. Менің балам дейді, намаз оқымай тұрғанын жақсы еді, намазға келіп жаман болды дейді. Таң қаласыз. Қалай бұл? Қалай ол? Бұл дұрыс емес шығар деп. Білесіздер ма? Құран-ы Кәрімде Алла Тағаланың аяты бар. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Расында да намаз Алланың қайтарған мүнкар істеріменен, ұятсыз істерінен тоқтатады дейді сіз бен бізді. Абдулла ибн Масуд деген сахаба осы хадисті, осы Құранның аятын былай деп түсіндіретін дейді. Намаз егер мұсылман адамды сауап амалға жетелеп, күнәдан қайтармаса, Алланың тыйғанынан тыйдырмаса, онда оның оқыған намазы оны дозаққа қарай сүйреп бара жатқан нәрсе болады дейді. Жәннатқа емес. Жоқ. Оны дозаққа қарай сүйреп бара жатады дейді.